Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге қалтаға қалай замок салуды көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, келесі түсірімді жіберіп алмау үшін. Комментарияға жазыңыздар, ұнаса инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Замокты тігу үшін линейкамен 1 сантиметр сызып алып, 13-14 сантиметрден белгілейміз. Қол сиятындай замокты теріс қойып, белгілеп аламыз. Сол жерден лапканы ауыстырамыз. Енді осыны белгілеген жерден закрепке беріп, аяғына шейін тігіп шығамыз. Бұл жаққа да солай закрепке береміз белгілеген жерден. Мінекей енді бұна қырыққан жерінді бұлай оңғаратып қоямыз. Қазір бүйтіп, сөйтіп бұны үтіктеп аламыз осылай. Мінекей үтіктейміз. Міне тігіп алдық. Енді оның үстіне мынандай қылып жалпақтау үстіне қойып тігеміз. 1 миллиметрден тігіп, мына белгілеген жерге келгеннен кейін инені соқып қойып бұрамыз. Міне осы төмен қарай тігіп, тағы мына белгілеген жерімізге келеміз. Замоктары өткізіп алу керек біз. Енді белгілеген жерге келіп, инені соқып қойып, бұрып алып тігеміз. Мінекей осылай. Замокқа абайлаңыз, мына инені сындырып қояды. Сол үшін абайлап өткізесіз, 1 миллиметрден тігіп шығасыз. Мінекей осылай тігілді. Мына замокты ашамыз. Ашқанда былай қолыңыз салына береді. Мінекей осылай асты осы көрінісі. Қазір осы замоктың екі шетіне біз қалта түп тігіп шығамыз. Осылай. Енді қалта түбін тігеміз. О замоктың шетімен қойып тігеміз. Міне осылай. Мына бетінде, арғы бетінде осылай тігіп шығамыз. Келесі бетінде тура солай ашамыз да, мұнаны үстін жауып, осылай тігіп шығамыз. Закрепке беріп отырыңыздар. Тігіп шығып, қазір біз екі бетін, қалта түбіміздің екі жағын тігіп шығамыз. Мінекей осылай тұрады, міне екі бетін тігіп шығамыз. Закрепке беріп, осылай тігіп шығасыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімде сіздерге басқа түрлі қалтаны көрсетемін. Комментарияға жазуды да ұмытып кетпеңіздер. Міне көрсеңіз, осындай қалта шықты. Міне қолыңыз салып көрсеңіз. Міне біз қалтамызды да тігуін аяқтадық. Келесі түсірілімде сіздерге потайной замокты қалай тігетінін көрсетемін. Жіберіп алмаңыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар, жіберіп алмау үшін. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарияға жазыңыздар,